Соңғы кездері жаяу жүргіншілерді қағу деректерінің басым көпшілігі жас шамасы 20-25 аралығындағы жүргізушілердің жол ережесін бұзу салдарынан, яғни жаяу жүргінші өткелдерінде жасөспірімдерге жол бермеу салдарынан орын алып отыр. Осыған сәйкес, Маңғыстау облысы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасы жүргізуші куәліктерін алғаш рет алып жатырған жас жүргізушілерді құттықтап, жол тәртібін сақтауға шақырды. Алғашқы жүргізуші куәлігіңіз құтты болсын. Жолда жүру ережесін сақтайды деп ойлаймын. Жаяу жүргіншілерді өткіземіз, жылдамдықты шамадан асырмаймыз. Ережесін сақтай отырып, адамдардың денсаулығын, өмірін аман сақтап қалады деп ойлаймыз. Сенімдемін. Водитель, не нарушай